Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті арнаның көрермендері, бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз және жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз біздің арнамызға шыққан жаңалықты бірінші болып еститін боласыз. Ендеше біз бастаймыз. Дәл бүгін еліміздің тарихына енген қаңтар қасіретіне тура бір жыл. Осы бір жылдың ішінде билік пен халық қаншалықты жақын болды? Тоқаевтың естейтін үкіметі шынымен халықтың үніне құлақ түрді ме? Назарбаевтың айналасына жиналған 162 байлардың қалтасын қағып үлгерді ме? Қаңтар көтерілісін кім ұйымдастырды? Мәсімовтен басқа кінәлілер қайда? Бір жылға жалғасқан тергеулерді Ресейдің жазушысы біледі де, қазақтың журналистері түк қақпай ма? Ішкі құпияларымызды сыртқа шашып жүрген кім? Тоқаев айтқан 20 мың террорист қайда кетті? Халықтың көкейіндегі бұрқылдап жатқан сансыз сұрақтар тағы да жауапсыз. Солай ма ағайын? Ендеше Назарбаевтан билікті толықтай тартып алған Тоқаев жекедара билеуші ретінде бүгінгідей тарихи датаны өзгерістермен бастап кеткен көрінеді. Соңғы үкімет жиынында айтқан сөзінде министрлерге көңіл толмаушылық білдірген еді ғой. Мен жақында өткен үкімет отырысында бұл мәселе бойынша нақты айттым. Еліміз үшін өте маңызды бірқатар мәселе бойынша үкімет лайықты белсенділік көрсетіп отырған жоқ. Шешімдерін баяу қабылдап жатыр. Үкімет осы олқылықтарды түзету үшін әрекеттерін қолдануда. Таяу арада оның жұмысының тиімділігі артады деп ойлаймын. Премьер-министрдің ұсынысы бойынша жаңа жылдың басында үкіметте бірқатар кадрлық өзгерістер жасамақшымын. Жалпы үкіметтің алдында тұрған мақсаттар өте ауқымды және өзекті деген Тоқаев мырза Ақорданың сенімін ақтай алмағандарды қызметтен алып тастапты. Бұрын Назарбаев, енді міне Тоқаев өзі ғана аяқ астынан шешім қабылдап отыр. Кім министр болады, кімді босатады? Халыққа ешқандай түсініктеме бермей, қисынын түсіндірмей, кім ұнап тұр, кім лояльность дәлелдеп береді, соны тағайындайды. Біздің елімізде бәрін әлі де жалғыз тұлға ғана шешіп отыр. Ал олай болмау керек. Үкіметті әділетті сайлау арқылы сайланған депутаттар өз қатарынан қалыптастыру керек. Сонда министрлер публичный саясаткерлер болады. Халықтың алдында жауапкершілікті көтере алатын. Ал мына жаңа министрлер тек Тоқаевтың орындаушылары ғана болып қала береді деген күмән басым деген болатын Мұхтар Тайжан президенттің шешіміне қарсы сөз айтып. Сонымен бір жыл бұрын жүйеге қарсы халықтық революция болды ма? Әлде элитаралық қақтығыс болды ма? Реваншистер қауіпті деп биліктегі реваншистердің өздері айғайлап әлек. По сути, билікте отырғандардың бәрі реваншист. Ағарту саласы мен мәдениетті оңдырмады. Енді идеологияға бір білімді адамды қияма Тоқаев. Мәдениет саласына қатысы жоқ тағы бір международник әрі нұротандық Асхат Оралов мәдениет министрі. Мәдениет саласын білетін бір профи табылмады ма дейді жаңа орынға жайғасқандарды сынға алған журналист Дина Елгезек. Ал жас саясаттанушылардың бірі Асхат Қасенғали. Терезені ашсам далада қар борап тұр дейді. Интернетті ашсам министрлер қарша жауып жатыр. Біраз министр ауысып кетіпті. Асхат Аймағамбетов қызметінен босатылып, орнына Ғани Бейсенбаев тағайындалыпты. Бұл кісі бұған дейін оқу ағарту вице-министрі болған. Негізгі мамандығы қазақ тілі мұғалімі екен. Асхат Аймағамбетовтың қоғам арасында беделі жоғары, демек бұл министрдің жұмысы ел тарапынан жіті бақылауда болады деген сөз. 400 мыңға жуық мектеп ұстаздары да бұл кісінің жұмысы жайлы жазатын, айтатын болады. Идеяларын жаңа оқу жылы басталғанда көре бастайтын шығармыз. Алдағы күзде менің баламда 1-ші сыныпқа баратын еді. Әзірге сәттілік. Министрлікте бір Асхат есімді адам болмаса болмайды ғой деп отырғанымда Абаев кетіп, орнына Асхат Оралов тағайындалыпты. Зүлпия Сүлейменова экология және табиғи ресурстар министрлігінің тізгінін ұстапты. Ең жас министр болып тұр. Жасы 32-де. Осы салада белсенді болып көтерілген жан десет. Жас келсе іске дейміз де.
Марат Қарабаев индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болыпты. Азамат Исқараев Қазақстан Республикасының әділет министрі лауазымына тағайындалыпты. Өткен жолы президент үкімет құрамында бірқатар ауыс-түйіс болады деп еді. Сол басталған сияқты, осымен тоқтап қалмайтын шығар деп үміттенем. Тағайындалған 5 министрдің 3-еуі жастар категориясына кіретін жандар. 2-еуі 1990 жылғы, 1-еуі 1987 жылғы. Жастардың келіп жатқаны жақсы, енді іспен көрсетсе деген тілек бар. Реформа деген кадр ауыстыру емес әрине, дегенмен сол өзгерісті кадрлардың идеялары, жаңа бастамалары, ұсыныстары жасайды. Президент айтқан қоғам, халық, әр отбасы күтіп отырған өзгерістерді әр тағайындалған азамат өз саласында шама-шарқы келгенше жасайды деп үміттенемін. Соған тырыссын, ұмтылсын деп ағынан жарылған екен Асхат Қасенғали. Ал қоғам белсендісі Оңғар Қабден де жаңа қызметке келгендерге қатысты пікір білдірген көрінеді. Ұйқыдан тұрсам 5 министр ауысқан дейме? Тау қозғалса қозғалмайтын Абаев пен Аймағамбетовтің орындарын босатқаны мені қатты таңғалдырды. Әлде Әлихан Смайыловтың орнына үкіметті басқаруға осы екеуінің бірі бара ма? Тағайындалған 5 министр де кілең жастар екен. Өткенде ғана мемлекетте реформа жасау керек, ол үшін үкіметтен бастаймын деп Тоқаевтың реформасын осы жас министрлер іске асырар. Жаңа жыл жарылға дейтін қазақпыз. Жыл басынан тағайындалған осы жастардан күтер үміт көп. 5 министр тағайындалған 5 салада өте ауыр салалар. Іске сәт. Жаңа министрлермен таныс болыңыздар. Ғани Бейсенбаев Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі. Зульфия Сүлейменова Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрі. Асхат Оралов мәдениет және спорт министрі. Азамат Исқараев әділет министрі. Марат Қарабаев индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі деген Оңғар Қабден жаңа басшылыққа келген азаматтардың атын атап түсін түстеп беріпті. Бір жыл бойы сенім артқан адамдары ақыры Тоқаевтың көңілінен шықпаған екен. Өзгерісті күткен елдің алдында үкіметтің негізгі міндеті еліміздегі экономикалық мәселелерді шешумен айналысу. Бұл үкімет мүшелерінің, әкімдердің, ұлттық компания басшыларының тікелей жауапкершілігі. Сондықтан мен премьер-министр Әлихан Асханұлы Смайыловтан шынайы жауап алғым келеді. Жалпы жаңа жылға үкіметтің осы құрамымен аяқ басуға бола ма? Президенттің сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру үкіметтің қолынан келе ме? Үкімет іштен және сырттан болатын барлық экономикалық қауіп-қатерлерге қарсы тұра ала ма деп жыл соңында Тоқаев күдігін білдірген болатын. Сол кезде Әлихан мырзаның жауабы дайын болып шықты. Біздің жұмысымыздың нәтижесін қазақстандықтар сезіну керек. Талап өте жоғары, ал қолымнан келмейді, шешім қабылдай алмаймын деген әріптестеріміз қазірден орнын босатсын. Орындарыңызға жаңа басқа адамдар келеді. Халыққа шын жаны ашитын, мойнына жауапкершілікті алып, батыл шешім қабылдайтын адамдармен ғана жұмысты жалғастырамыз. Сонда көздеген мақсатқа жетуге болады деп жауап қатқан болатын премьер-министр Әлихан Смайылов. Бұл жерде әрине орынды босат дегенге ешкім тұрып кетпегесін болар. Президент осындай шешімдер қабылдаған екен, яғни 5 министрді бір күнде ауыстырып. Дегенмен толық үкімет ауыспайынша билікке деген сенімсіздік жойылмасы анық. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз пікіріңіз, айтар ойыңыз болса төмендегі комментарийге қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.